Бөдене жұмыртқасы дәмді де нәрлі тағам. Қабығы аршылған жұмыртқаның орташа химиялық құрамы 73,6% судан, 12,8% майлардан, көмірсулардан, минералдық заттардан, кальций, фосфордан тұрады. Сонымен бірге жұмыртқаның құрамындағы тіршілік үшін маңызы зор амин қышқылдардың бүкіл жиынтығы бар. Жұмыртқаның неғұрлым құнды бөлігі сарыуызы. Ол майлар мен ақуыздарға, көмірсулар мен минералды заттарға ғана емес, сонымен бірге витаминдерге бай. Әдетте жұмыртқа жұқа және де сыртқы қатты қабықпен қапталып тұрады. Жұмыртқаның сарыуызы ақуыздан аз болады. Оның түсі құрамындағы ксантофиль мен каротин пигменттеріне байланысты. Сарыуыздың құрамында 51% су, 16% ақуыз, 31,5% май және де әртүрлі мөлшерде В1, В2, D1, Е витаминдері мен минералдық заттар бар. Ақуызда 85% су, 13% ақуыз бар. Май, көміртек минералды заттар өте аз. Тек В витамині болады. Сарыуыздың түсі сарғыш түстен қызғылт сары түске дейін құстың жеген жеміне, сондай-ақ жұмыртқа салу маусымына байланысты өзгеріп отырады. Жұмыртқа диеталық тағамға жатады. Оның сарыуызы шикі, шала және де қатты етіп қабығымен пісірілген, жақсы қорытылып жеңіл сіңеді. Шикі ақуыз нашар қорытылады да организмге сіңуі қиындайды. Пісірілген жұмыртқа ақуызының сіңімділігі едәуір артады. Сол себепті сырқат әрі әлсіз адамдарға шикі жұмыртқа беруге болмайды. Жұмыртқа ұзақ сақтауға келмейді. Қабығындағы саңылаулардан ауамен бірге микробтар еніп, оны тез бұзады. Ол құрғақ, температурасы 2 градустан төмен емес, қоңыр салқын жерде сақталады. Дұрыс сақталмаса, қабығы лас болса, сақталатын орын ылғал тартса, ақуызы сұйылады да сарыуызы қалқып, қатты қабыршағының ішкі жағына жабысып қалады. Сөйтіп жұмыртқа өңезденіп шірейді. Егер жұмыртқа ұзақ сақталса, ақуызы мен сарыуызы араласып дәмі бұзылса, ол температураның күрт өзгерісіне де шыдамайды. 21 градуста және одан да ыстық температурада ұрық жетіле бастайды да, сарыуыздың бетінде сақина тәрізді дөңгеленген қан тамырлары пайда болады. Мұндай жұмыртқадан тағам әзірлеуге болмайды. Жұмыртқаның жарамды не жарамсыз екенін білу үшін оның жоғарғы жағынан алақанмен жауып тұрып, жанып тұрған шамға тақау керек. Сонда ескі жұмыртқа күңгірт тартып тұрады, ал бұзылған жұмыртқадан мүлде жарық өтпейді. Жатып қалған жұмыртқа шайқалады да, яғни қолға ұстап қозғағанда ішіндегі ақуызы мен сарыуызы араласып кетеді. Бұл ұзақ сақтағандықтан оның ылғалының біраз бөлігі кеуіп құрғауының салдары. Әдетте мұндай жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызы араласып кетеді. Сондай-ақ олар түрлі тағамдар әзірлеуге, қамырдай дайындалатын тағамдарға салуға, сонымен бірге тағамдарды әсемдеуге пайдаланылады. Қайнатылып пісірілгенде жарылып кетпеу үшін оны салқын суға салып, баяу жанған отқа қою керек. Қабығы жарылған жұмыртқаны да пісіруге болады. Бөдененің 5 жұмыртқасы тауықтың 1 жұмыртқасының салмағымен тең болса, оның құрамындағы калий мен фосфор тауық жұмыртқасынан 5 есе көп, ал темір 4-5 есе, В және де В12 витаминдері 6 есе көп. Сонымен қатар олардың құрамындағы кальций, мыс, кобальт және де түрлі амин қышқылдары тауық жұмыртқасына қарағанда әлде қайда жоғары. Құрамы осындай азықпен жүйелі қоректенген адамның әртүрлі ауру сырқауға қарсы тұрар дәрмені артып, жүрек қан тамырлар жүйесі мен ас қорыту мүшелерінің жұмысы жақсарады. Сонымен бірге бөдене еті мен жұмыртқалары адам ағзасындағы радиацияны да шығарады екен, ал жұмыртқа құрамындағы лецитин қандағы холестеринді төмендететін көрінеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның күш-қуаты артады. Бөдененің қалыпты дене қызуы 42 градус болғандықтан, оны сальмонеллез, құс тұмауы сияқты жұқпалы дерттерге қарсы тұру қабілеті күшті. Сол себепті оның жұмыртқасын шикідей жұту өте пайдалы. Жапония мен Қытайда бірнеше ғасырдан бері оның еті мен жұмыртқасын халық медицинасында пайдаланып келеді. Тіпті Жапонияда мектеп оқушысының таңертеңгі ас мәзіріне бөдененің 2 жұмыртқасы міндетті түрде енгізіледі екен. Бұл балалардағы бөртпе мен диатезден құтқарады. Баланың ойлау қабілетін арттырады. Жалпы бөдене жұмыртқасы анемияға, бас ауруына, демікпе мен туберкулезге,
қан қысымының көтеріліп және де түсіп кетуін реттеуге, салқын тигенге, тұмауға, асқазан, ішек ауруларына, әсіресе асқазан жарасы мен гастритке таптырмас ем. Тіпті жапониялықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқас қатерлі ісіктің өзінен айығатындығын дәлелдеген көрінеді. Тарихи деректерде бөдене жайында талай қызықтар жазылған. Бөдене еті патшалар мен ақсүйектердің жеңсік асы болған. Дастарханынан үзілмеген. Баланың иммундық жүйесін нығайтуға да септігі зор. Бөдене өсіруді алғаш қолға алған жапониялықтар. Қазіргі таңда жапон бөденесі, мрамор бөденесі, ағылшын бөденесі, фараон бөденесі атты 4 түрі өсіріледі. Бөдененің жұмыртқасы көптеген сырқатқа шипа, әсіресе адам организмдегі темір қалдықтары мен шлактарды тазартады. Бронхтық астма, асқазан аурулары, туберкулез, хроникалық холециститке, жүйке, жүрек ауруларына пайдалы. Бөдене қазаққа таңсық құс емес, қазақ ертегілерінде де жиі айтылады. Бірақ осы жұдырықтай құстың еті мен жұмыртқасында осыншама емдік дәрумен бар деп кім ойлаған? Еті холестеринсіз, жұмыртқасы дәрумендігі жағынан тауықтан 3 есе құнарлы. Амин қышқылы микроэлементтерге бай. Ақпарат ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.